Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Димаш Еркінғали. Менің арнама қош келдіңіздер достар. Бүгінгі видеода біз көріп тұрғандарыңызда Geometry Dash Lite деген ойынды ойнайтын боламыз достар. Бұл қазіргі ютуберлер ешкім ойнап көрген жоқ, бірақ телефондағы адамдар телефонмен видео түсіретін ойындар көп түсіретін болыпты достар. Мен ютубтан қарап отырсам Geometry Dash деген телефонда бұрынғы ойыным қалып қойыпты. Ода кетілмеген, просто бір папкада скрейтіліп етіп тұр, соны кетіріп отырған кезде тауып бір видео түсіріп алайын дедім. Сосын түсіріп жатырмын достар. Мен бұл 3 уровеньді қызығып өткен болатынмын достар, бірақ сіздер үшін қызықтырып бүгін видео қызық болайын деп тұр. Ал сіздер қолдарыңызға чай мен печенье алып менің арнама жазылып, давайте мен достар 200 подписчикке жеткізіп бастайық достар. Содан кейін достар, мен екінші арнам болады. 200 подписчикке жеткен соң, ол арнамда менде Майнкрафт туралы қызықты видеолар шығатын болады. Тек қана Майнкрафт туралы видеолар шығатын болады достар. Енді біз неге созып тұрмыз, кеттік, енді видеомызды бастаймыз. Так. Істерім маднас деген өзіміздің ең оңай ойынымызды көрейік. Мұнанға қойып. Так. Бұл достар, негізі бар ғой, бұл іш пістіріп кетуі мүмкін бар ғой. Бұл видеоны қазір ешкім қарамауы мүмкін, потому что бұл ойынды бәрі түсіргенде бүкіл адам, бүкіл блогерлер андай видео ойын түсіреді, әртүрлі ойындар түсіретін адамдар осының арналарында бар достар. Бірақтан да 12.000-10.000 просмотр жинайды, ал бірақ өздерінің просмотрлары бір 100.000, 150.000, ал өздерінің Geometry Dash жинаған просмотрлар ол где-то бір 20.000, 10.000 сияқты. Олардың основной просмотрлары олардың 200.000, 300.000. Ойбай, туы сөйлеп қатыр. Сөйлеп қатыр сөйлетірін. Негізінен Geometry Dash'ты бұрын ойнаған болатын. Мысалы, бүкіл уровеньде жарты уровеньға жетіп, жыныма теп кетіп тастадым да, короче. Оны бәрі қайт бастап көресің, өзімнің аккаунтым бар, бәрін оттаған деген аккаунтым жоқ. Сосын осылай Geometry Dash'тың көкесі болып па. Осылай достар. Басқалай кім Geometry Dash ойнайды, сол комментке жазып кетсін достар. Негізі бұл өте қызықты ойын. Бірақтында бір жаманы ердің шашып кетеді. Неге олай болмайды? Оның мысалға өзінің ердің шашып отыр. Қазір ұмытқызым Geometry Dash'тың неше түрлі обновлениясы болып, біздің негізімен ойнайтын жаста мына телефон болған жоқ. Қазір логотип қатып тұрғанда жоқ қой. Мен телефонда негізі кішкене қататын еді, но қатпайды. Дәл тура осылай, бірақтында реклама шығып қататын еді. Мен реклама қалай кетіру керек екенін білдім. Қазір ешқандай реклама шықпайды. Енді ешқашан деп айтуға болмайды. Не уже айтып өтіп тастадық. Бірінші уровень кеттік, келесі уровень 100%. Мынаны негізі өтіп тастаған болатын. Давайте жақсы осында өтіп көрейік. Так. Ойбай, қайдан білейін. Мұнды қосайын. Ато мен бағадан бері қатты есіп өтім, сол ерден бастаған кезде қалай. Ойбай. Так. Ойбай, жетінші, мен мынадан 55-ші попыткадан өткен болатын. Қазір, білем, қазір ұмыт қалған бұрын мықты етіп ойнайтын. Барлық балдардан өтіп, өз балдардың бәрі жындан ойнай алмайды. Мен өтіп беретін қалай өтесін еді, ё-май. Ана, так. Ойбай. Достар, егер де мен 200 подписчикке жетсе, мен сізге айтайын, менің Димаш Майнкрафт деген қазіргі ашып қойған каналым бар негізінде. Оның ішінде бірақ видео жоқ, бар шапка, фото бәрі қойылып тұр. Видео дайын тұр, уже дайын тұр, каналым дайын тұр, ашықты бәрін кішкене настроить етіп қойдым. Енді мен мақсатым 200 подписчикке жету. 200 подписчикке жеткеннен кейін канал ашамыз. Канал ашықты, короче, соған видео түсіріп бастаймын. Ол видео қандай видео шығады десеңіздер, мен әлі Майнкрафтқа жеткен жоқпын.
Қандай версия екен достар, комментке жазып кетіңіздер. Мен қандай версия Майнкрафттың қандай версиясын ойнайын, комментке жазып кетіңіздер. Сөйлеп жатыр, жарты уровень асып кетіппін ғой. Сөйлегенде бәрін мықты істейсің деген негізі солай. Ойбай 21-ші попыткадан ғой, конечно. Енді бағадан бері қолын шынықтырып болды, екінші уровеньде өттік. Енді достар, ал енді біз өзіміздің видеомызды аяқтайтын боламыздар. Егер сіздер геометрия даш қатты ұнап екінші часть шығар десеңіздер, обязательно шығаратын боламын достар. Менің мақсатым ол 200 подписчикке жету достар. Сондықтан 200 подписчикке тезірек жетіп, екінші каналымнан қызықты видеолар көре аласыздар достар. Сондықтан менің мақсатым 200 подписчикке жету деп запись қылып жазылып тұр қойын достар. Короче, бар мақсатымды орындау. Сіздермен болған мен Димаш Еркінғали. Давайте, сау болыңыздар достар.